Түркістан облысының Шардара ауылында шаруалар қашыртқы сулардан зиян шегіп отыр. Алатау ауылдық округінде жылдар бойы жерасты сулары жиналатын каналдар қазылмай ретке келтірілмегендіктен диқандардың егістіктері құрғап қалды. Өйткені мақталықтар мен көкөністерге ағын су жіберсе, жерасты сулары көтеріліп, сорланып кетеді. Айнұр Әбілқасымқызы тарқатады. Мынау поля мынандай, мына сор. Мынау не плиталанбаған, мына каналымыз. Сбороснойларымыз қазылмаған. Соның кесірінен мына мақталарымыздың бәрі мынандай болып отыр. Алатау ауылында тұратын шаруа Мақсат Яхияев биыл 8 гектар жерге мақта, 4 гектар жерге жоңышқа еккен. Алайда жер асты сулары көтеріліп, мақтасын суара алмады. Енді қурап мақтасының шығынын кімнен өтеп аларын білмейді ал. 1 гектар жерге қазір 300 мың теңгеде ақша шығарып отыр. Өзіміздің жердің өзіне да 300 мың дәрісі бар, несі бар. Енді мынеден ондай мақтадан ондай өнім аламыз деп ойламаймыз, мысалы үшін да. Қашыртқы каналдарының жанына жоңышқа еккен Қонай Қалдықұлов та биыл өнімсіз қалды. Себебі шілде шыққалы бірде-бір рет су бере алмапты. Жердің тозып, сор басып кеткенін жауаптыларға жеткізіп, көмек сұрағанбызбен нәтиже болмай тұр дейді. 10 гектар, 4 гектар жақсы өсіп тұр. Қалған 6 гектарды жоқ. Бірде-бір су ішкен жоқ. Ертең анау налог сұрайды, ар жағында бала-шағамыздың несі бар, азығы бар, қыстық. Сондай болып тұр енді. Қашыртқы судан зардап шеккен шаруалардың қатары күннен күнге көбейіп барады. Себебі оларды қазып реттеу жұмыстары жылдан жылға созылып келеді дейді жергілікті маман. Арғы бетінде күріш егілгеннің кесірінен мына сборос толған, сөйтіп біз шаруалар көмгенбіз. Оны ашсақ, судың астында қалып кетейін деп тұрмыз. Өз алған адамдар тастап та кеткен. Өзекті проблеманы ауданның суға жауаптылары жақсы біледі. Бірақ оны жөндеу жұмысы ауқымды жоба аясында атқарылады деп отыр. Қашыртқылардың пуит бағдарламасы арқылы істеліну қажет. Ағымдағы жыл вегетациялық су беру науқанына сәйкес, су берген уақыттан кейін ол кісілер жаңағыдай ары қарай жұмысын жалғастырып, алдағы уақытта істелінетін болады. 2016 жылы басталған ирригациялық дренаж жүйелерін жетілдіру жобасы карантин кезінде құрылыс материалдары қымбаттап, тоқтап қалған. Дегенмен мерзімінен кешіккен жұмыс келер жылы аяқталуы мүмкін. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.